әр ұтылған адамның басына бір жұмыртқадан жарып отырамыз. Сәлем достар, біз Қазақстанда қазақша А4 бұл жерде өте қызықты ойындар, басқа да эксперимент. Тоқтаңыз, мынау кім? Қалайсың? Құрметті достар, Арман айтпақшы, бізде А4 бағдарламасы, яғни А4 қазақша. Бізде тек қана қазақша болады. Әртүрлі контент, әртүрлі программа, әртүрлі нәрселер болады, дұрыс па? Өте қызықты, сіздер тамашалап бағасын беріңіздер. Тек қана бағасын беріңіздер, иә. Сосын сұрағын тез үш жерге қоясыз. Сұрақ бағана. Олар видеоны қалай көреді? Олар видеоны қалай көреді? Видеоны көру үшін алдын ала айтып кетейін. Мына біз мысалы Арманға YouTube-ға кіресің да, YouTube-ға кірсең, бір видео көріп жатсың. Бір видео көрсең, соның видеоның астына подписаться дейтін. Не үшін ол? Ол подписацияның бар ғой, басып қою керек. Ол кезде не болады? Ол кезде каналға адам тіркеледі. Біздің каналға, яғни Мейрамтауға тіркеліңіздер достар, міндетті түрде. Бірінші видеоны жаңадан көру үшін, бірінші көру үшін не істеу керек? Егер біздің келесі видеоларды бірінші көргілеріңіз келсе, алдымен колокольчикті, яғни қоңыраушаны басыңыз. Сол кезде сіз бірінші рет сол видеоны көресіз. Міндетті түрде. Құрметті достар, айтпақшы, өзімізді таныстыру естешіп кетті. Иә, өзіміз таныстырайық. Ал ендеше таныстырайын. Қазақтың батыры, Инстаграмның жұлдызы Арман Дәуірбек. Көзіңді жұқа балам. Мұрат. Мен қойсын. Құрметті достар, бүгін біз сіздер үшін дәл осы мектепте шоу жасайтын боламыз. Өте қызықты және күшті болады. Тек қана бізбен бірге болыңыздар. Құрметті достар, бүгін біздің қатысушылар келіп отыр. Таныс болыңыздар. Арман, өзің таныстыра кет. Өзіңнен баста. Менің атым Нұртас, жасым 11-де. Мен өзім жеңетінде сенімдімін. Маған жеңіс, мыналарға сәттілік. Қалай сонда? Менің атым Мақсат, фамилиям Орынбек. Мен өзім жеңетімен дакан сенен мен жеңіс үшін туылған. Мыналар просто жүрген балдар ғой. Арман 10 мың теңге не істетпейді. Мен есім Жомартұлы Мирас, жасым 11-де. Сендер шыға беріңдер, 10 мың теңге менің қалтамда. Бүгінгі біздің сайысымыз 5 турдан болады. Әр ұтылған адамның басына бір жұмыртқадан жарып отырамыз. Жұмыртқа? Маған жұмыртқа бәріне дайын. 10 мың теңге үшін менде дакансы. Дакансы. Онда не тұрыс? Бүгінгі біздің сайысымызды бастаймыз! Құрметті достар, біздің бірінші турымыз миллион жүйеден жарыс. Яғни әр адамға секундомер қоямыз. Әр біреуі бір реттен жейді, дұрыс па? Иә, дұрыс. Уақыт есептеледі бұл жерде. Сіздер мұқият тыңдаңыздар. Әр біреулерің мына мысалы лимонды бастайтын кезде қабығын ашып, жеп, сол секундқа дейін үлгеру керексіңдер. Кім жылдам үшеуін аралайды. Бұл жеңіске жетеді. Ал кім ұтылады, басына жұмыртқа жарылады. Сайысымызды бастаймыз. Бастаймыз. Құрметті достар, бізде бәрі әділ болады. Міне, секундомер. Дәл осы секундомер қоямыз. Кім жылдам тез жейді, таза жылдам жейді, сол жеңіске жетеді. Ал кім ұтылады, бағанағыдай басына жұмыртқа жарамыз деді қоя. Онда мен жұмыртқаны дайындай берейін. Ал сіздерге сәттілік. Ендеше секундомер дайын. Ең бірінші қазір ең бірінші бастайтын адамды айтайын. Мирас, сен бастайсың. Қалғандарымыз қолына отырамыз. Түсінікті ғой? Уақыт кетті. Осыдан бастайсың, мен айтамын. 1, 2, 3-ке дейін санаймыз. Түсінікті ғой? Түсінікті ғой? Онда санаймыз жігіттер. 1, 2, 3. Кет. Мирас, ұтыл. Лимон жаман ащы негізі. Ал жеуге кіріс. Болды. Болды ма? Стоп. Есім көбеліға көресіңдер. Жігіттер, онда қараңдар. 1-ден 12. Түсінікті ғой? 1-ден 12. Мен жазып қойын мына жерге. Так. Мирас. 1-ден 12. Ал Мирас қарсыластарың не деп айтасың? Айбы, жаман әші, ойбай, дракон болып кеттік қой. Дайынсың ба? Иә. Так, қалған жігіттер қолдау береміз. Түсінікті ғой? Ендеше секундты бастаймыз, санаймыз. 1, кет! Мақсат, ұтылып қал, давай, қалай екен? Бәрекелді, стоп! 1 минутта. Ровно, достар, ровно 1 минут. Қошемет деп қойыңдар.
бәрін бүтіртіп жазып қоясың. Так, мақсат көрермендерге не айтасың? Қасыңдағы жігіттерге не айтасың? Сендерге сәттілік, барлығын тауыспаңдар. Мен ұтып кетейін, 10 000 теңге мен алайын. И сосын көрермендер, сіз де дәл осы сайысқа қатысып, может 10 000 теңгеден көп ақша ұтуларыңыз мүмкін. Дәл осылай тауыстыңыздар. Қошеметтеп қойыңдар. Ал мақсат көрермендерге және қасыңдағы қарсыластарына не айтасың? Короче, сендерге ұтылыңдар, маған ұқсап бәрін тауыспаңдар. И мен ата-анама айтарым. Сәлем жолдаймын, қалайсыздар? Ал 4 киімін киіп отқан, футболкасын киіп отқан. Келесі кезекте Нұртас бастайды. Нұртас, дайынсың ба? Ал жігіттер оны тағы да қошеметтейік Нұртас. Сонымен бүгінгі сайысымызды тағы да ары қарай жалғастырамыз. Кет, ендеше санаймыз. 1 2 3 кет. Давай сюда. Үйресін, давай. Давай. Уақыт асып, демал десең де болады. Тоқтатсаң да болады. 30-41 болды. Хотя бы Мирастан бұл. Мирастан хотя бы. Сонда басыңа жұмыртқа түспейді. Давай. Мен басыма жұмыртқа. 49. Мынанче шығарып тастап. Шығарып Тұрайыз. 50. Болды ма? Ой, айттым. Бірде. Сайыстың қорытындысы кім жеңді? Бұлай болды. Арман, Мирас 1-де 12 болды. Бірақ Мирас до конца жеген жоқ. Нұртас 1-де 3 болды. Ол жартысынан көбін жеп болды. Макс болса, полный жеп. Басым жуансың ғой. Құрметті достар, біздің келесі тур ережелермен түсіндіре кетейін. Яғни бұл жерде сендер бір шардан беріледі, әрбіріне беріп қойды. Иә. Бұл жерде секундпен есептейміз. Әрбір бөлек шар өрлейді. Шар өрлеп, нәтижесінде тез кім жарады, сол жеңіске жетеді. Әйтпесе Қайтадан Мирасқа жүгірмей. Нұртастан бастайық. Кет! Давай, Нұртас, давай. Нұртас, давай. Давай, Нұртас, давай. Құрметті достар, 1-де 15 Нұртастың жетістігі. Қошеметтеп қойыңдар. Кеттік. Мақсат, давай. Қолынан шығарып қойдым. Пока поражение. Так, онда бастаймыз. 1, 2, 3. Кеттік секунд номер. До конца бассайда болады. Кеттік. Шоқ көзісі әнедім. Мирас 58, Мирасқа қошеметтеп қойыңдар. Керемет, ал Мирас 58 секундта жеңімпаз болды. 1 2 3. Бізде келесі тур тағы да шармен. Әрбіреуіңе 3 шардан беріледі, мұқият тыңдаңдар. Сол шарды барлықтары бірдей жарасыңдар. Яғни, мына жерге шар қойып, арттарымен жарасыңдар. Бізде келесі 3-ші тур басталды. Яғни 3-ке дейін санайын. Дайынсыңдар ма жігіттер? 1 2 3 басталды. Так. Уақыт бітті. Так, біздің тур бітті. Жеңімпаз анықталды. Минут бойынша да, шар бойынша да бізде мақсат 3 шар жарды. Ал өкінішке орай 2 шар, 1 шар. 1 2 3. Құрметті достар, 5 сайыс деп айттық. Бірақ 2 сайысты интрига ретінде алып қалсақ, Арман қалай қарайсың? Иә, келесі жарыстарда сіздерге ол 2 шартты түсіндіріп көрсететін боламыз. Ал бүгінгі біздің жеңімпазымыз ешқандай жарыстардан қайтпай, өзінікін дәлелдеп, ешқандай шардан қорықпай, басына жұмыртқа жарылса да мойымай, бірінші орынды алып отыр. Мақсатқа қошемет қойыңдар. Міне 10 000 теңге, ешқандай поделка, ешқандай не емес, кәдімгі 10 000 теңге. Мақсат құтсын құтты болсын. Бәрекелді, жолдастарыңызды құттықтап қойыңыздар. Бүгін сайыс туралы жалпы қалай өтті, өзіңе ұнады ма? Сайыс жақсы өтті, нормально өтті, әділ өтті. Маған сайыс ұнады. 10 000 теңге көрсетіп қой тағы да. Енді сен бұл 10 000 теңге не істейін деп жатсың? Дубайға барсын ба деймін. Қалай болды ойын? Зор болды, о зор. Күшті шықты. Ал біздің оқырмандарға сәлем жолдап, өзіңнің айтатыныңды айт. Көріңіздер.
зор. Мирас дұрыс айтады, құрметті достар, біздің жаңадан жасап жатқан жобамызды көріңіздер, міндетті түрде подписация және колокольчикті басыңыздар, лайк, комментарий жазыңыздар. Келесі видеода не түсіреміз, не жайлы болады, қандай шарттар, оны өздеріңіз комментарий жазыңыздар, біз содан көріп, арасынан сіздердің жазған комментарийларыңызды көріп, біз ой алып, тура сол видеоны жарыққа шығарамыз. ендеше бізбен бірге болыңыздар. А4 қазақша.